Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, оңай жасалатын печеньенің жасалу жолын ұсынамын. Дүкендегі печеньеден ешқандай айырмашылығы жоқ, менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін печеньені сіз де жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Миксермен 1-2 минуттай араластырамыз. Келесі кезекте жұмыртқаны саламыз. Шым-шым тұзды саламыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Сонан соң қопсытқышты саламыз. Онды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бастапқы кезде силиконды лопаткамен араластырдым, ары қарай қолмен илеймін. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын. Ендігі кезекте қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырдың бір бөлігін басқа ыдысқа саламыз. Сонан соң қамырдың бір бөлігіне какаоны саламыз. Біркелкі болғанша қамырды жақсылап илейміз. Мінекей бізде 2 түрлі қамыр дайын. Енді 2 түрлі қамырдан 20 грамнан өлшеп аламыз. 20 грамнан өлшеп алынған қамырларды тағы да 6 бөлікке бөлеміз. Сонда бізде барлығы 12 дана болады. Осы бөлінген қамырлардың барлығын видеодағыдай дөңгелектеп шығамыз. Дөңгеленіп дайын тұрған 2 түрлі қамырды видеодағыдай моншақ тәріздес етіп қойып шығамыз. Енді осы моншақ тәріздес жиналған қамырды жан-жағынан қысып отырып кішірейтеміз. Сонан соң видеода көрсетілгенде қолымызбен қамырды айналдырып отырып печеньенің формасын шығарамыз. Көріп тұрғандарыңыздай астыңғы қолды көп қозғалтпадым, үстіңгі қолмен қамырды айналдырып жатырмын. Достар, менің каналымда басқа да печеньенің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Мінекей достар, печеньенің формасы өте әдемі болып шықты. Жасалу жолын тағы да қайталап көрсетіп жатырмын. Қамырдың бетін жабуды ұмытпаңыздар. Осы видеода көрсетілгенде барлығын қайталап шығамыз. Дайын болған печеньені формаға пергамент қағазын төсеп, немесе сары май жағып, барлығын орналастырамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, дәмді, үгітілмелі печеньеміз дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін печеньені сіз де жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.